Hoş geldiniz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoş geldiniz. Нажай студиямызга hoş geldiniz. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Айтпақшы шеніңізбен құттықтайық. Рахмет. Қандай шен Капитан алып алдыңыз? жатыр екенсіз, иә? Иә, капитан шенін алып жатырмыз. Қалай екен енді капитан Рядовойдан болған? бастадық, қатардағы жауынгерден бастап капитанға дейін жеттік. Аха. Әзірше. Досымжан ағамыз қателеспесек майор. Ол кісі майор алды, иә. Сіз капитан. Біз Артынан капитан. еріп келе жатсыз. Қалмай еріп келе жатырмын. Қолынан жеңінен ұстап, қасынан қалмай келе жатырмын. Негізі әскерде болғансыз ғой. Әскерде болғанда, негізі әскерде болдық қой, әлі де сол жердеміз ғой. Қазақ ұлттық музыка академиясы болды ол кезде, қазір шабыт дейді ғой. Сол жерде 8 жыл дәстүрлі өнерді оқыдық. Оқып жүріп, сол жерге президент оркестріне қызметке тұрдық. Ол кезде президент оркестрі республикалық ұланның құрамында болған. Қазір мемлекет күзет қызметінің құрамында. Бір жағынан әскери, екінші жағынан өнер. Енді сіз қаншалықты маңызды деп сұрағым келген еді ғой. Енді сіз әнші ретінде, бірақ әскери ортада жүргеннен кейін мұның маңызы бар шығар, иә? Өте маңызды ғой. Әуелі маңыздылығы жауапкершілігі мол болады. Сосын әр сағат секундыңды қадірлей білесің, әскери ортада солай ғой. Сосын мемлекет күзет қызметінің жаңа президент оркестрінің негізгі қызметі шетелден келетін, Қазақстанға келетін үлкен лауазымды қонақтар бар ғой. Сол кісілердің алдын ашып, қазақтың өнерін, қазақтың мәдениетін, дәстүрін көрсетеміз ғой. Иә. Сондықтан бір ағаттық болмау керек ол жерде, бір шатаспау керек. Тіпті аттап басатын қадамға дейін санаулы. Сондықтан әскери дүние, жалпы әскери сала үлкен әсер етеді бұл жерде. Менің ойымша компромисс сияқты айттың, иә? Иә. Кешірім өтінемін, сен сөзіңді бөлдім ғой. Әдем. Айтып беріңіз. Жалпы компромисс сияқты мына әнші мен әскери адам деген. Бір-біріне ешқандай бір... Ол үшін біз сияқты ішіне кіріп істеп көру керек. Екі салада негізі аса бір-бірінен аумайды. Айырмашылығы жоқ, екеуі де шығармашылық сала. Жоқ, айтайын дегенім, әншілер мысалы енді жайбарақат, бейғам жүреді, кешке қарай тойға барады, таңертең ерте тұра алмай қалуы мүмкін. Жалпы өнер адамдарының таңы түске қарай атады. Ал әскери өмір деген бұл қатал тәртіп, жаңа өзіңіз айтқандай. Соның арасында бір үйлесімділік бар ма? Қай жақтасыз? Тәртіп мықты болса, өнерінде жақсы шыңдалады. Тәртіп мықты болса. Ал тәртібің әлсіз болса, ішкі руханиятың әлсіз болса, әлбетте көбіне әлсіз болып келеді. Тойға шығасыз ба? Тойға шыққан бір, қазір 10 шақты жыл болды, аса тойға болып шыға бермеймін. Тамаша. Енді жаңағы түнгі қанша уақытқа дейін жаңа студияда болса да жұмыс жасасаңыз да міндетті түрде жұмысқа барасыз демек, тәртіпке? Тәртіпке бағынамыз, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді ғой. Тамаша. Енді сұрағымыз келіп отқан отставка дейміз ғой, зейнетке шыққан кезде қандай шенмен шығуды жоспарлап отырсыз? Жоқ, біреу болды, бір межеге тоқтап қалып деген сияқты. Генерал болғысы келмейтін әскер жоқ дейді ғой. Сол сияқты біз генерал бола қоймаспыз, бірақ бұйыртқаны көреміз енді. Кемінде бір майор болып кетсек жақсы ғой. Иә, соған жете келейін. Енді Алеке рұқсат болса өзіңізбен бір ойын емес енді. Алдыңызда тұрған ыдыста бізде 100 сұрақ деген керемет бір айдарымыз бар. Осы 100 сұрақтың ішінде сізге қатысты бір 5 сұрақ қояйық. Иә, өзіңіз таңдайсыз ішінен, және де өзіңіз оқисыз да, өзіңіз жауап бере бересіз. Келдіңіз ба? Келістік. Ал, біреуінсізден көрейік. Екеуін бірдей алдыңыз ба? Екіншіден алып иә, былай суыра салсаңыз болады. Тамаша. Иә, шешпей. Енді сұрақтың өздері де бір кездейсоқ сұрақтар өте көп, сондықтан да жауап беруге шынайы жауап берсеңіз деген ниетіміз болып отыр. Ал, оқыңыз. Ұйқыдан тұрғандағы бірінші әрекетіңіз дейді. Не істейсіз? Бірінші ұйқыдан тұра саламын да. Әлбетте енді ұялы телефон шұқылайсыз, жоқ. Тісін жуатын шығар? Бет олып жуамыз ғой енді. Жуынуға кетесіз, иә? Жуынуға кетемін, сосын балаларымды оятамын. Тұрыңдар, сабаққа баратын уақыт болды дейді. Бірінші өзіңіз жуынасыз, сосын балаларды оятасыз. Сосын балаларымды оятамын. Керемет. Рахмет. Екінші сұрақ. Шынайы жауап болған сияқты, иә? Келесі сұрақ. Себебі балаларды мектепке барып үлгеру керек, одан жұмысқа баруым керек қой. Әйтпесе айтса болатын еді, тұра салып жаттығу жасаймын деген сияқты. Көп ешкім білмейтін қырыңыз дейді. Түк. Мен де ешкім білмейтін қыр қалмаған шығар, жаңа сіздерге. Әскер екенімді айтып қойдым, әскери қызмет екенімді, өнерпаз екенімді білесіздер. Қырдың бәрін айтып қойдық. Иә. Мынау қазір әлеуметтік желі деген дүние жақсы болды ғой, ешкімнен ештеңе жаза алмайсың. Ешқандай құпияңыз жоқ. Телефон паролін айтсаңыз болады. Ешқандай құпия қалмады. Жоқ, иә? Жоқ, ешқандай. Жақсы. Атқа мінетінді де біледі. Ел өзімнің жақсы көретін дүнием. Келесі сұрақ. Кімді үлгі етесіз дейді. Үлгі ететін адамдар көп қазақта. Өзіміздің енді жалпы мен дәстүрлі әнді бітіргеннен кейін біз еліктейтін адамдар
ақан сері біржан салдай болғым келсек болсақ сол кісі сияқты сал болсақ сер болсақ деп армандадық. Сосын бертін келе қайрат ағаларды көрдік, бекболат ағаларды көрдік. Жалпы зиялы қауым, біздің зиялы қоғамдағы зиялы қауымның бәрін еліктейміз, жақсы жақтарын бәрін алғымыз келеді. Жақсы. Тамаша. Сіз өзі сол түсті көп алдыңыз ғой. Өзіңізге ұнай ма осы түс? Ұнайды. Қолға түскен алып жатырмыз ба? Иә, бұл түстің қазақшасын айта алмай отырмын. Күлгіннен де бөлек. Бақыт деген не? Сіз бақыттысыз ба дейді. Бақыт деген не? Алекең үшін. Бақыт деген отбасы ошаққа қасым. Төрт құбыланың түгел болуы, отаныңның тыныш болуы, ел бірлігі, қайғысыз, уайымсыз ұрпағыңның болашақта жарқын өмір сүретініне көзің жетіп тыныш ұйықтау ғой. Тамаша. Сіз өзіңіз бақытты адам деп есептейсіз бе? Мен жер бетінде бірақ бақытты адам болса соның бірі мен шығармын. Ой, бәрекелді. Керемет жауап. Шынайы жауап. Келесі. Басқа түсін алып көрейін енді. Басқа салыңызшы, иә, бәрі бір түс болып кеткен сияқты. Сары түстен көрейік. Көк деген сияқты түстерді алмадыңыз. Өз қайсысыма жікшеңе жақында. Сол сұрақ. Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма дейді. Саған осы сұрақтың көкесі ғой. Бұл сұрақ кімге түседі деп қиналып жүрмін, өзіңізге түсті. Солай болды. Жалпы әйел қауымнан өзіңіздің досыңыз болды ма өміріңізде? Және бар ма? Бар ғой, әйел қауымнан досым бар. Ол менің жарым, әйелім. Ол әйеліңіз, жарыңыз. Менің түсінігім бойынша негізі қыз бен жігіттің арасында достық деген ол жоқ деп ойлаймын. Дос болмай ма? Дос болмайды. Дос әуелгі дос, жүрегің дос, Алламен дос боласың, екінші досың жаңағы қасыңда қосылған жарың ғой. Бар ойыңды, сырыңды, ақылыңды айтатын. Бірақ қазақта тағы бір мақал бар, астыңдағы қатынға қойыңдағы жарым кәсімде деген. Сондықтан әйел мен ердің арасында аса бір енді досым деп айтып қалдыңыз ғой, үйдегі аяулы жарыңыздың өнерге қатысы бар ма? Бар ғой, әлбетте. Ол кісі де классикалық әнші. Екеуміз шабытта бірге оқыдық, бірге бітірдік. Қазір президент оркестрінде бірге қызмет жасап жатырмыз. Таңертең тұрамыз, бірге жұмысқа барамыз, түсте бірге үйге келеміз. Түстен кейін бірге жұмысқа барамыз, кешке бірге келеміз, балаларды бірге аламыз деген сияқты. Қызметіміз, өміріміз бәрі бір. Жұбайыңыз, досыңыз, сырласыңыз, мұңдасыңыз, бәрі сол кісі ғой. Сол кісі. Дос болмауға амалда қалмапты ғой енді. Сонау қақыларыңыз жоқ екен ғой. Тамаша, енді бір творчествоға бір сәт қандай жаңалықтар болып жатыр? Творчество әндер жазылып жатыр ма? Әндер жазылып жатыр. Мен өзі жалпы рамкаға сыймайтын әндерді жақсы көремін. Көп аранжировщик дейді ғой анау. Өңдеушілер, жазушылар, эстрадалық бағыттағы насихаттап жазушылар. Солар ондай дүниені көп қиналғысы келмейді. Мен әдейі алып барамын. О, қалай сонда рамкаға сыймайды деген? Рамкаға сыймайды деген мына қазақта жалпы ритм бар ғой, қойып тастаған европалық ритм ғой, қазақтың әндерінде. Қазақтың көп әндері келмей жатады сол ритм. Сондай қиын дүниелерді апарып жасап, жаңалық жасаған жақсы көремін. Сондай оймен жүріп, 4 жыл артынан жүріп, Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Сарыарқа деген әнін жаздық. Бекболат ағамыздан Хас жүйрікте сын болмас, хас сұлуда мін болмас деген әнін алып жаздық. Тағы бір жақсы сондай әндердің бірі бұрын соңды домбырамен ғана орындалып жүрген Мұратхан Егінбаев ағамыздың әні, Ғалымбек Омархан ағамыздың сөзіне жазылған Аңсағаным ауылым деген ән бар. Тек ол домбырамен орындалып келді осы уақытқа дейін. Тамаша. Онда көп жүрексініп жүрді эстрадаға салуға. Мен қоймай жүріп соны жасап алдым. Бүгін сол әнді алып келдіңіз ғой бізге. Бүгін сол әнді осында алып келіп отырмын. Ендеше тыңдайық. Ортаға ән туралы емес, әннің өзін айтайық ендеше. Келіңіз аға. Таңғы хабардың төрінде Алла Жар мырза. Жастық шақтың бұрқатып жүр дауылын, жалын атқан кездер қайда білмедім бе бауырым. Балау салып алғын күндері гүл шырайлай көктемде, көшін түзіп жөнеп берді-ау алыстатып ауылым. Жетелесте еркелетер сағындырды-ау жеңгемде, дархан дала қош үйісті жүрдейді белдерге. Бір егіздің сыңарындай қатар өскен қыз қайда, ол бір елес болдыр сағым атпайлатпас белдеуге.
басылмайды саған деген сағыныш, шақырады балғын шақтар құрған сайран сауық. Шуақ шашқан алақанын сағындым, ауламыздың әппақ ұлпа балапанын сағындым. Отау тігіп ер жеткен соң кеттім бәлден жырақтап, әкем әкеп шөгіртін саратанын сағындым. Албарымды жастық шақтың бұрқатып жырда олым, жалын атқан кездер қайда білмедің бе бауырым. Балау салып балғын күндері гүл шырайлай көктемдер көшін түзіп жөнеп берді-ау алыста деп ауырым. Шақтар құрған сайран сауық, шақырады балғын шақтар құрған сайран сауық. Бәрекелді, Алеке рахмет. Әніңіз шын мәнінде жүректің сүзгісінен өтіп, әрбір дененің тамыры арқылы бой қатарады. Көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Творчестволық табыс тілейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге, шығармашылық табыс тілейміз.